Кім біреудің таза емес киілген іш киімін сатып алатын еді. Қой деп тұрған болсаңыздар, ал Японияда жан деп сатып алатындар көп. Ал мына топырлаған япондық еркектердің не істеп жүргенін айтсам точно ибай қуады екен ғой деп қаласыздар. Еще еркектердің бір жеріне арналған фестивальдары да бар. Просто мына кадрларға қараңыздар. Сізге біреу 100 000 теңге беремін, бірақ мынау жыбырлап тұрған осьминогты тірідей же десе жейтін бе едіңіздер? Бұл между прочим япондықтардың сүйікті тамағы. Егер сіз Японияға барсаңыз, любой адамды прокатқа ала бересіз. Иә, затты емес, адамды. Ол адам келіп сіздің мамаңыз бола береді, папаңыз да бола береді, әйел немесе күйеуіңіз. Японияда адамдар өздерімен өздері барып өле беретін орман бар. Сәлем, сіздермен Диана Кю. Әлемнің түнегі бағдарыма Японияны сұрап жүргендеріңізге біраз болып қалды. Ал олай болса, миларыңызды жаруға дайындала беріңіздер. Елестетіңіздер, Японияға бардыңыздарда азанмен тұрып қыдырып келу үшін пойызға отырмақшы боласыз, бірақ мына сценаны көресіз. Адамдар ішіне сыймай жатыр. Сол үшін арнайы itергіш адамдар бар. Иә, itергіш жұмысын істейтін адамдар. Олар пойызға сыймай жатқан адамдарды ішіне қарай тығып итерумен айналысады. Японияға барсаңыздар, осындай жұмысқа тұрсаңыздар болады екен. Так, қазір айтатын информацияларымды естіп, точно өлә, мұнауың сұмдық, бірақ зор екен деп қалатын боласыздар. Бірінші, ол Японияда капсульные отели деген бар. Отель деу былай тұрсын, бөлме деуге де келмейді ше. Осы кішкентай болып тұрғандардың бәрі адамдар жататын капсулалар. Ішінде матрас, лампа, заттарды қойғанға полка, даже кішкентай телевизор да бар. Бір беттен басқа бетке аударылып жату өте қиын. В общем, кірген адам тақтай болып ұйықтайды ғой. Ибай, адамдар енді осыған келіп жатама деп жатқан болсаңыздар, иә, келіп ақшасын төлеп жатып ұйықтап алады. Көбінесе түннің бір уағында жұмысын кеш бітіріп үйге қайтқысы келмейтін адамдар келеді екен. Бұны ойыңыздаршы, мысалы мен үйдің кішкентайымын, менен кейін інім немесе сіңілім жоқ, бірақ той інім болса ғой деп қатты армандайтын едім. Енді елестетіңіздер, мен өзіме бір жігітке інім болып беру үшін ақша төлеймін. Қумаша деп отсаңыздар, ал Японияда ол норм нәрсе. Барлығы өзіне кез келген адамды прокатқа ала алады. Мысалы, мына видеода біреу маманы арендаға алады. Ол жаным балам деп еркелетеді, тамақ істеп береді, киімін жуып береді дегендей. Ал бұл жерде біреу өзіне қарындасын прокатқа алады. Ал бұл жақта Японияға келген турист өзіне досты прокатқа алды. Бірге әр жерге барып қыдырады, сырласады, тамақ жейді. В общем, прокатқа келген адамдар тура актерлар сияқты ойнайды ғой. Таң қалдым көріп. Бұл жерде прокатқа әйел алып отыр. Ол күліп тұрып келеді, сөйлеседі, тамақ істейді, үйді тазалап береді. Бірақ жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Оған рұқсат жоқ. Или болмаса ақшасын көбірек төлеу керек па, білмеймін в общем. Ең қызық сұрақ, бұлай біреуді арендаға алу қанша өзі десеңіздер, 30 000 теңгеден бастап 100 000, 200 000 теңгеге дейін кете береді. Мысалы, досты прокатқа алу арзандау, ал әйелді немесе күйеуді алу уже қымбаттау. Тағы бір қызық тема, Японияда Джикко Букен деген үйлер бар. Ол үйлердің ерекшелігі барлығында адам қайтыс болған. Или өзі өліп қалған, или біреу өлтіріп кеткен, или өз-өзіне қол жұмсағандар. Ол үйлердің бағасы кәдімгідей арзан келеді. Өйткені алдыңғы видеоларымда да айтып едім, Япония, Корея, Қытай бәрі өлім деген сөзден қатты қорқады. Оған қатысы бар нәрселерге жоламайды. Так, енді бұдан да қызығы, Токушу Сейсо деген адамдар бар. Олар үй тазалайтын жұмысшылар. Алайда әшейін үйді барып тазалай бермейді. Олар именно біреу қайтыс болған үйді барып тазалаумен айналысатындар. Мысалы, сіз Японияда тұрасыз да, қасыңызда 60 жасар әже көршіңіз бар. Көргенде амандасып тұрасыздар, бірақ бір кезде ол мүлдем көрінбей қояды. Арадан бір апта өтті, 2 апта өтті, әже әлі жоқ. Алайда оның үйінен прям сасық иіс шығып тұрады. Сіз сол сасық иістің арқасында примерно түсінесіз әженің өліп қалып, денесі үйінде шіріп жатқанын. Сол кезде әженің шіріген, құрттаған денесін тазалап алу үшін жаңағы Тошуку Сейсоларды шақырасыз, яғни өлген адамның үйін тазалайтындарды. Жерде шіріп, құрттап өліп жатқан адамды көріп тұрып, оның сасық иісін иіскеп тұрып тазалау деген ужас қоя. Окей, бұл тақырыптан да өттік. Енді жиіркенішті біреуін айтып берейін. Японияда фестиваль Пениса деген бар. Адамдар еркектің бір жерінің үлкен мүсіндерін көтеріп алып, көшеде мәз болып, билеп, көңіл көтеріп жүреді. Одан бөлек мынандай заттарға, конфеттерге қалай қарайсыздар? Барлығы еркектің бір мүшесінің формасы. Түрлеріңіз осындай болып тұр ма? Не үшін деген сұрақ бәріңізге келген шығар. Өйткені япондықтар еркектердің осы
жақсы жерінің арқасында адамдар көбейеді. Бұл бізге сәттілік алып келеді деп санайды. Ойлап бұны қойыңыздаршы. Еще жалаңаш еркектер фестивалі деген бар. Тоже жыл сайын өтетін мейрам. Мыңдаған почти жалаңаш тек белдері ғана жабық еркектер жиналып алып, сәттілік әкелетін палочкаларға таласады. Егер кімде-кім палочканы басқалардан тартып алып бәрін жеңсе, соған өте үлкен сәттілік келіп жолы болып кетедіміш. Еркектер бір-бірін итеріп, төбелесіп, құлап, сырттан қарасаң жаман көрінеді, иә? Тура қазанда пісіп жатқан тамақ сияқты. Японияда әртүрлі нормальный и жиіркенішті заттар сататын автоматтар бар. Мысалы, біреудің киілген іш киімі, нәскиі, даже тірі, дәу, қоңыз, өрмекші деген сияқты жәндіктерде. Мынау кәдімгі мороженое сататын автомат. Свежий апельсиндерді ішінде сығып, соқ қылып беретін автомат. Сэндвичтер сатылатыны, раменді пісіріп беретін автомат мәссаған. Ну как же без напитки, мини-торттар сатылатын автомат, белгісіз саттар сатылатын автомат. 100 йенге сатып алып, сізге не түсетін білмейсізде. Мысалы, осы қыз бен жігітіне жаңбырға киетін аяқ киім түсті. Тірі жәндіктер сатылып тұратын автомат, қоңыз, өрмекші, и біреудің, яғни қыздардың киілген іш киімі сатылатын автомат. И әрине оларды еркектер сатып алады. Не үшін екенін бір Құдай білсін. Біз 2025 жылы өмір сүріп жүрсек, Японияның туалеттері 3025 жылда жүру. Қараңыздар, сыртынан простой болып көрінгенімен, біріншіден үстінде сразу қол жуатын раковинасы тұр. Әйелдер кіші дәретке шыққан соң сол унитаздың өзі жуып береді. И барлық адамның попасын да жуып береді. Отыратын жерін жылытуға да болады, музыка қоюға да болады. Ойла, біздің унитаздарға бұны көрсетпеңіздер, ренжіп қалып жүрер, су ақпай қалмасын. Японияда барса қайтып келмес Аокигахара атты орман бар. Бұл типа орманға біреу барса, жыртқыш жануарлар жеп қойғаны үшін өліп қайта келмейді деген нәрсе емес. Адамдар именно өлу үшін сол орманға барады. Яғни өз-өздеріне қол жұмсау үшін. Неге именно бұл орман? Біріншіден, оның қалыңдығы сонша күндіз де қараңғы болып тұрады екен. Свет вообще ұстамайды. Қатты шыңғырсаң да даусыңды ешкім естпейді. Почти әр ай сайын орманда кемінде бір өлі дене табылады. Осы үшін орманға олай жасама, отбасыңды ойла, бәрі жақсы болады деген жазуларды орнатып қойған. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай өлемін деген адамдар өліп кетіп жатыр. Не үшін адамдар өз-өздеріне қол жұмсайды десеңіздер, себептердің бәрі кароси. Қазақша көп жұмыс істеудің кесірінен өлу дегенді білдіреді. Өмірге деген дым қызығы қалмай, айына 100 сағаттан көп жұмыс істеп, дұрыс ұйықтамай, демалмай, стрессте жүргеннің кесірінен адамдар дәл сол жұмыста отырып бірден өліп кете салады. Или болмаса шыдай алмай жаңағы орманға барып өмірлерін үзеді. Мектептеріне келсек, егер бізде барлығы ушығып кетіп, тек -30-40 градус суық болғанда ито әрең демалыс берсем, ал Японияда әшейін желдің өзі сәл қатты болып тұрса, балаларды сабақтан қайтарып жібере салады екен. Бірақ біздегі сияқты полды, шаңды жуып жүретін уборщицалар мүлдем жоқ. Полды да жуып, шаңды да сүртіп, даланы да сыпырып тазалайтындар оқушылардың өздері. Ал тәртіпке бағынбайтын балаларды детский түрмелерге жібереді, яғни интернатқа. Ол жақта таңғы 5-те тұрғызады, мұздай суға шомылдырады, азған таяқ тамақ береді. Телефон, мультикті тек түстерінде көреді. Ойбай, даже үлкендердің түрмелері норм сияқты ғой мынадан. Японияның тамақтары отдельная біз үшін сұмдық тема екенін жақсы білесіздер. Сол үшін де ең соңына қалдырдым. Ең бір түрлі, қалай жейді мынаны деген тамақтарын айтып шығайын. Бірінші, піспеген шикі тауықтың еті. Тори сашими немесе торияки деп аталады. Бір жегеннен кейін іштерінде не бір паразиттер пайда болуын білсе де япондықтар жей береді. Екінші, шикі жылқының еті. Жұқа кесіп, соустармен қосып тұрып жейтін қымбат тамақтардың бірі. Осьминог. Менің миыма қатты әсер еткен бәле бұл. Қараңыздар, тірі осьминогты жыбырлатып тұрып жей береді. Улы балық фугу. Жалпы фугу әлем бойынша бірінші орындағы улы балық болып саналады. Денесінің тек бір бөлігі ғана улы емес. Соны повар тауып, кесіп алып, пісіреді, или болмаса шикідей жей береді. Егер Құдай сақтасын, повар шатасып кетіп, улы жерін кесіп қойса, даже таза жеріне бір тамшы тамып кетсе, соны жеген адам сразу сол жерде
күйінде қайтыс болады. Осының барлығын біліп тұрып барып жейтіндер өте көп. Араның құрттары. Бұл банкадағы әсел и оның ішінде араның құрттары да бар. Просто түріне қараңыздар. Бейшара аралардан әселдерін тартып алып жатқанымыз аз да, енді аралардың өздерін қосып жейтін болыппыз ғой. Қара мороженый. Бұл әшейін қара краска қосылған мороженый емес. Кальмардың артынан шығатын қап-қара черниласынан жасалынған мороженый. Көбісі дәмді, тәтті екен деп айтып жатады әйтеуір. Төй, осы Диана қай ел жайлы айтса да тек жаман жақтарын айта береді екен демеңіздер. Бағдардың атының өзі айтып тұр, әлемнің түнегі. Яғни әртүрлі елдердің тек қорқынышты и жағымсыз жерлерін айтып беремін. Атак Япония даму жағынан планета бойынша бірінші орында тұрған, почти ешкімге қылмыс жасамайтын, ұрлық мүлдем жоқ елдердің бірі. Япония жайлы ролик жалпы қызық болды, я. Олай болса, қане тез лайкты көбейтіп тастап, комментарийді толтырып тастап, каналға тіркеліп тастайық. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.